Қайырымдылық ізгі қасиет. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 1000 алғыс жалпы республикалық акциясы аясында медицина саласының мамандарына қолдау көрсетілді. Ізгі іске атсалысқандар қаламыздағы Атамекен кәсіпкерлік палатасының директоры Маханбет Төлебеков және Түркістан облысы кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңес мүшесі Жақсыбек Сәрсенбеков. Шара Құрбан айт мерекесі қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Елді дүрбелеңге салған қиын жағдайда медицина қызметкерлерінің алар орны ерекше. Күн түндемей қарқынды түрде қиындыққа қарсы тұрып жатқан дәрігерлердің тіпті отбасымен жүздеспегеніне де көп болған. Дәл осындай ақ халатты абзал жандар Арыс қаласында да аз емес. Аудандық орталық ауруханада вирусқа шалдыққан науқастарды сауықтыру жолында тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап жүрген медицина қызметкерлерінің отбасына құрмет көрсетілді. Қарапайым адамдар қанша алдарыңызға барды. Соның бәріне атсалысып бір кісідей не қылдыңыздар. Қазіргі таңға осындай іскер медицина саласында істеген азаматшыларға көп жерде қолдау көрсетіп жатыр. Соның бірінің Арыс қаласының кәсіпкерлер ішкі саясатпен бірге сіздерді азды көпті азық-түлікпен сәл де болса жәрдем берейік деп, қол ұшын берейік деп Құрбан айттың алдында соған байланысты аралап шығып келе жатырмыз. Құда қаласа Құрбан айтыңыз құтты болсын. Құрбан айт мерекесі аясында жасалған сауапты іске ақ халаттылардың отбасы мүшелері де дән риза. Балауса Оспан, Әділбек Сұлтанхан, Алмасбек Өмірзағұлы, Арт ТВ жаңалықтары.